Мен осы күнге дейін депутат болмасам да біраз шаруа атқардым. Бұрыннан басшылардан зәбіркерген мұғалімдерге ара түсуші едім. 2012 жылы тұңғыш немерем дүниеге келгеннен бастап, бүгінге дейін қоғамдық негізде педагогтардың құқығын қорғаумен айналысып келемін. Жерлестер, дәл қазір телефонмен хабарласып, балаңыздың мұғаліміне немесе кез келген таныс педагогқа хабарласып, Өмір Шынбекұлы деген белсенді мұғалімді танисың ба деп сұраңыз. Егер танымаса, онда ол педагог қоғамда не болып жатқанынан хабарсыз, тек қарабасының ғана күйін күйттеп жүрген біреу болғаны. Ондай педагог балаңызға лайықты білімде, тәрбиеде бере алмайды. 2015 жылдан бастап еліміздің бір топ белсенді педагогы, білім және ғылым министрлері Сәрінжіп, Сағадиевтермен алыстық. Аймағамбетовтың қабылдауында 10 шақты рет болдық. Сол кездесулердің нәтижесінде 2019 жылдың соңында педагог мәртебесі туралы заң қабылданып, педагогтар өз міндеттеріне жатпайтын шаруалардан, газет-журналдарға мәжбүрлеп жаздырудан құтылды. Соның арқасында қазір педагогтардың жалақысы жаман емес. Құрметті жерлестер, мемлекеттік қызметкерлер мен депутаттар халықтың қызметшісі. Себебі олар сіз бен біз төлеген салықтан күн көріп отыр. Сондықтан халық оларды жұмыс істеуге мәжбүрлеуді үйрену керек. Біздің шенеуніктер өз құқығын қорғауға әрекет жасаған адамды бәлеқор деп айыптайды. Шенеуніктерді халыққа жұмыс істету бәлеқорлық емес. Менің жеке бизнесім жоқ. Нұрсәтте көпқабатты үйде тұрамын. Жұмысқа қоғамдық көлікпен қатынаймын. Менің белсенділігімнің рахатын өзімнің көршілерім көріп отыр. Нұрсәттегі бірінші үйдің ауласын барып көріңіздер. Менің туған ауылым Төле би ауданындағы оңтүстік ауылда жайнап тұр. Мен мұның бәрін депутат болмай-ақ атқардым. Ал маған дауыс беріп, мені депутат сайласаңыздар, менде мүмкіндік бұрынғыдан да әлде қайда көп болады. Сонда мен байшыгештердің емес, халықтың мүддесін қорғайтын заңдардың шығуы үшін күресетін боламын. Құрметті жерлестер, отан отбасыларынан басталады дегенді айтқан адам нағыз данышпан. Патриотизм деген ең алдымен өз отбасыңды қорғау. Қорғау дегеніміз кең ұғым, ашықтырмау, дұрыс тәрбие берумен қатар мүмкіндігі жеткенше олардың өмір сүруіне қолайлы орта жасау. Әрбір азамат отан үшін емес, өз үшін, бауыры, ұл-қызы үшін еңбек етсін. Жақсы азамат тәрбиелеудің ең басты шарты адал еңбек, маңдай термен табылған нан жегізу. Билік басындағылардан өз міндеттерін адал атқаруын талап ету, мәжбүрлеу. Біреудің көз жасымен наласы арқылы табылған дүние ешкімге опа бермейді. Өзі шалқып өмір сүруі мүмкін, бірақ көз жасымен нала жеті ұрпағына дейін бәрібір табатын жетелеріне жеткізу. Мүмкіндігі отбасынан асып бара жатқан азаматтар әлеуеті мен қызметі мүмкіндік берсе, ол қызы үшін жайлы орта қалыптастыру үшін еңбектенсін. Себебі отбасының ішкен жегеніне көршісі сұқтанып отса, ол сіңе қою екталай. Әрберден кейін көршінің ашқұрсақ баласы тоқ отбасының баласының күлшесін тартып алса, өзі үйін тонауы мүмкін. Жайлы орта дегеніміз көрші көлем, ағайын туыс, ел жұрт, отан. Әрбіріміз біз үшін өз ұрпағымыз ұялмайтындай істер жасайық. Сондықтан әрбіріміз өз айналамызда жайлы орта қалыптастыру үшін еңбектенейік. Және мемлекеттік қызметкерлер мен депутаттардан осыны талап етейік. Бүгінгі күні қаламызда шешілмеген проблемалар жетерлік. Көптеген мөлтек аудандарда ішкі орам жолдары тозған, білім медицина салаларында да проблемалар жеткілікті. Қаланың іші осындай болса, қаламызға жаңадан қосылған ауылдардағы проблема шаш етектен. Ол мәселе қала әкімдігі емес, үкімет деңгейінде шешілмесе, іске аса қою қиын. Дегенмен, біздің тұрғындарда мазалайтын ең басты проблема қымбатшылық, коммуналдық төлемдердің өсуі. Егер ниет болса, мұны тоқтату қиын емес. Мәселен, Екібастұзда өндірілетін электр энергиясы бізге жеткенше бірнеше есе қымбаттап кетеді. Қызығын арадағы делдал компаниялар көріп отыр. Арнайы заң қабылдап, арадағы делдалдарды нарықтан ығыстыру керек. Қазақстан секілді шикізатқа бай елде баспанасыздардың көп болуы барып тұрған сорақылық. Кеңес заманында жақсы бір тәжірибе болды. Құрылыс компаниясы тұрғызған әрбір көп қабатты тұрғын үйдегі пәтерлердің 10% құрылыс компаниясына, 10% қала әкімдігіне берілетін. Қазір құрылыс компаниялары салған пәтерлердің 20%-ын қала әкімдігінде кезекте тұрған ерекше қажеттілігі бар, немесе аз қамтылған отбасыларға беруге мүмкіндік бар. Компания басшылары одан кедей болып қалмайды. Азарты Дубай немесе Түркиядан бір пәтерді кем алар.
Ал әйелдерге бала туған үшін берілетін жәрдемақыны көтеріп, ол бала 7 жасқа толғанша декреттік демалыста болуы керек. Зейнет жасын әйелдер үшін 58, еркектер үшін 60 жас етіп бекіту керек. Жерлестер, жаңа Қазақстанның азаматтары бүгін балабақшалармен мектепте. Ол сіздердің балаларыңыз бен немерелеріңіз. Сондықтан балаларымыз қазақша айтқанда адам болсын десек, басты назарды білім саласына бұруымыз керек. Ең алдымен білім саласына мықты педагогтарды тарту керек. Ол үшін не істеу керек? Балаларымызды тәрбиелейтін педагогта материалдық проблема болмауы керек. Ол сабақ өтіп тұрып, кешке балаларыма не тамақ істеп беремін, ертең қызым қандай киеді деген уайымда болмауы керек. Педагогта кітап оқып, кино көретін бос уақыт көп болу керек. Себебі ол өзінің оқығанымен, көргенінен түйгенін ертең болмаса ары күні балаларға айтып береді. Педагогта көп саяхаттауға мүмкіндік болу керек. Саяхатта көргенін ол оқушыларға айтпай тұра алмайды. Қысқасы, мемлекетте бәсекеге қабілетті азаматтар қажет болса, алдымен педагогтарға жағдай жасау керек. Соңғы жылдары мемлекет педагогтарға біраз жағдай жасады. Дегенмен проблема әлі баршылық. Мәселен, педагогтар орындауға тиісті бұйрықтарды шығаратын оқу-ағарту министрлігі сол педагогтарды тікелей басқарып отырған білім басқармаларының басшыларын тағайындауға құзырет жоқ. Соның кесірінен министрліктен бастап алған бастамалар жергілікті әкімдік деген жартасқа соғылып қирап жатыр. Соңғы жылдары орнын босатқан аудандық білім басшыларының көпшілігі өз еркімен кеткен жоқ. Жемқорлық жасады деген күдікпен кетті. Бұл да ойландырар жағдай. Сондықтан білім басқармаларын педагог мәртебесі туралы заң қабылданғанын жоғарыда айттық. Бірақ бұл заңның орындалу тетіктері нақты емес. Министрліктен шыққан өзге де бастамаларды туралы соны айтуға болады. Мәселен, жекеменшік мектептер кімге бағынышты? Неге кейбір жекеменшік мектептердің педагогтары демалыс ақшасына қоса берілетін емделу үшін берілуі тиіс қосымша ақшаны ала алмайды? Мектебі жоқ ауыл немесе елді мекен болса мейлі, ал мемлекеттік мектептің қарсысынан мектеп ашып, оған әлгі мемлекеттік мектептердің оқушыларын тарту қаншалықты орынды? Жекеменшік мектеп иелері әлгі мектептердің мұғалімдерін жұмысқа алу барысында да алалаушылық орын алған жағдайлар жетерлік. Ең сорақысы, мемлекеттен несие алып мектеп ашқан қожайын мектептің атауын қоюды өз шешіп отыр. Мектептің атауының өз идеология, қолданыстағы заңдарға өзгертулер енгізіп, бұған тыйым салатын кез жетті. Жаңадан сайланатын мәжілістің тиісті комитеті осы жекеменшік мектептер, білім ошақтары басшыларын ротациялау және мұғалім жетіспейтін өңірлерге мұғалімдер тарту бойынша барлық құжаттарды алдырып, қайта сараптамадан өткізуі тиіс. Аталған құжаттарда шикілік көп. Ротациялау туралы айтсақ, бүгін кейбір мектеп басшылары жоғары басшылықпен соттасып жатуы сол құжаттардың шикілігінің әсерінен деп білем. Мұғалім жетіспейтін өңірлерге мұғалімдер тарту мәселесі де проблемалар тудырып отыр. Министрліктің уәдесіне сеніп барған мұғалімдер аш айғаймен әлеуметтік желілерге шыға бастады. Мұның бәрін заңмен реттемесе болмайды. Мен депутат болсам осы бағытта жұмыс істейтін боламын. Маған дауыс беріңіздер.